Баршаңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен қазақтың сірне тағамын дайындап үйренетін боламыз. Мұны әркім әртүрлі вариантта дайындайды екен. Бүгін менің вариантымда дайындап көріңіздер. Бізге қажет заттар пияз, сәбіз, ет, көк пияз, укроп, картоп және қамыр қажет болады. Мен қамырды алдын ала жұмыртқамен илеп дайындап қойдым. Ең алдымен қызып тұрған қазанымызға майымызды құямыз. Қыздырып алған соң етімізді салып, қызарғанша қуырып аламыз. Етімізді қызарғанша қуырып, кішкене 2-3 минуттай осылай қуырып алғаннан кейін тұзымызды, приправаларымызды салып, жарты сағатқа бұқтырып қоямыз баяу отқа. Оған дейін қамырымызды дайындап аламыз. Қамырымыздың қалыңдығы 5 бармақтың қалыңдығындай болу керек. Қатты қалың немесе қатты жұқа болмағаны дұрыс. Міне қамырымызды жайып алдық. Енді арасына майымызды құйып жағып аламыз. Жақсылап біркелкі етіп барлық жеріне жеткізіп жаямыз. Одан кейін 5 бармақтың қамыры сияқты 4 бұрышты етіп кесіп аламыз. Осылай 4 бұрышты етіп барлық қамырды кесіп аласыздар. Кесіп алғанымыздан кейін укроп пен көк пиязымызды араластырып, арасына салып шығамыз. Осылай бір қабатқа салып, үстіне екінші қамырымызды орналастырамыз. Оның үстіне тағы да көк пиязымыз бен укропымызды салып аламыз. Осылай 5-6 қабат етіп салып аласыздар. Үстінен баспаймыз, қатты шеттерін жабыстырмаймыз. Тек үстін бір-бірінің үстіне орналастырып, кішкене ғана басып қоямыз. Болды. Міне осылай барлық қамырымызды дайындап аламыз. Міне біз қамырларымыздың барлығын уже дайындап алдық. Біздің етіміз де уже бұқтырылып болды. Енді үстіне пиязымызды салып қуырамыз қызарғанша. Етіміз қатты болып қалмас үшін солай алдын ала бұқтырып алуымыз қажет. Пиязымызды да араластырып қуырып отырамыз. Бетін жауып, осылай оны да бұқтырып пісіреміз. Пиязымыз қызарғаннан соң үстіне сәбізімізді салып қуырамыз. 2-3 минуттай қуырып аламыз сәбізімізді. Осылай араластырып отырып бетін жауып қоясыздар. Міне 2-3 минуттай қуырып алдық сәбізді. Енді картопымызды салып, оны да 2-3 минут қуырып аламыз. Енді картопымыздың үстіне кішкене жарты пияладай су құйдым. Егерде май қатты көбірек қойған болсаңыздар, онда қажет емес. Енді үстіне қамырларымызды орналастырып шығамыз. Суын қатты көп құймайсыздар. Майды көбірек құйсаңыздар, суды құймай қойсаңыздар да болады. Барлық қамырларымызды осылай орналастырып шығамыз. Жабысып қалмайды, уайымдамаңыздар. Не орналастырып алдық. Енді бетін жауып, баяу отта пісіріп аламыз. Міне достар, біздің тағамымыз дайын. Енді тарелкеге әдемілеп орналастырып, дастарханға ұсынсаңыздар болады. Мен астына қамырын жайып, үстіне қалған тағамды салып шықтым. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Мұны әркім әртүрлі вариантта жасайды екен. Маған осы варианты қатты ұнады.
Егер видео ұнаған болса, лайк басып комментарий қалдырыңыздар және арнаға тіркеліп қоңыраужаны басып қойыңыз. Сонда жаңа шыққан видеоны алғашқылардан болып көресіздер.